Ғалымдардың мәлімдеуінше, адамзат тарихында жұқпалы індеттер 100 жыл сайын қайталанып отырған. Халықты қан қақсатқан қай пандемияны алып қарасақ та, орасан қасірет алып келгенін байқаймыз. Испания тұмауы, тырысқақ, шешек сынды оба түрлерінен кейін араға сан жыл салып, кесірлі COVID-19 шықты. Індет 200-ден астам елге тарап, адамзатты орны толмас шығынға ұшыратты. Жаһанды жайлаған оба біздің елде де айналып өткен жоқ. Болжалсыз дерттің тұзағына ілініп, көз жұмғандар өкінішке қарай аз емес. Алқымнан алып төскөрлеген кеселдің қаупі артпаса, сейілмей тұр. Сақтану мақсатымен елде алдымен төтенше жағдай, кейін қатаң карантин шектеулері енгізілді. Амандық үшін бірқатар нысандардың қызметіне тыйым салынғаны да мәлім. Қазақстандағы қазіргі жағдайға келетін болсақ, мешіттердің барлығының шартты түрде осы пандемияға қатысты санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес орындалуына байланысты мешіттердің жабылуы белгілі бір мерзім. Кейін мемлекеттік деңгейде жалпы тойланатын айт намаздарының, айт күндеріне қарасаңыз, әрине бұқара халық үшін бұл бір үлкен сынақтардың бірі болды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да қолдарына келгенше осында іс-шараны жасап, құрбандық деген дүниені бұрын соңды қолмен көріп, көзбен ұстайтын болсақ, бұл жолы онлайн, дистанционды түрде іске асуы. Бұның барлығы адамдарға өмір сүру кезіндегі мынау жаһандану заманда бірлік, қоғамдағы тұрақтылық, татулықты жаңа қырынан көрсетті. Яғни толеранттылық, бір-бірімізге түсініспен қарау. Мешітке мен барғым келеді, намаз оқып келеді жамағатпен. Алайда осы шарттарға байланысты мен не істеймін? Белгілі бір дистанция қабылдап, өзім ғана құлшылығын жасап, шығып кетіп, адамның бұл сабырлығын, ұстамдығын, діни сауаттылығын қаншалықты деңгейде халықтың арасындағы жалпы діни насихаттау, ақпараттандыру жұмыстар қалай жүріп жатқандығын көрсетті деп ойлаймын. Коронавирус күн сайын мыңдаған адамның өмірін жалмап, миллиондаған жанды өз үйінде тұтқын етті. Экономиканың дамуын бәсеңдетіп, бизнесті тұралатты. Әлеуметтік бағытта іркіліс байқалып, білім, ғылым, басқа да салалардың қарқыны бәсеңдеді. Қиын жағдайда Қазақстан ойланбастан онлайн режиміне өтті. Бұл пандемия, бұл адам күтпеген бір жағдайлар болды. Мысалы, Алматы қаласында айт намаздары Сталиннің кезінде ғана жүрмеген. Содан кейінгі кеңес үкіметінің түнек дәуірлерінде де біздің айт намазы көшеде болса да оқылып келген. Сондықтан бұл осындай қажеттілікке байланысты туындаған кейбір біздің оқу процестер тоқтады. Медреселерде, университеттерде жаңа формалар, онлайн жүйесі кіре бастады. Бұл енді жалғыз мешіттер ғана емес, біздің бүкіл жаңағы бизнес болсын, басқа да сауда нүктелері болсын, туризмге болсын, әртүрлі салаға әсер етті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы дер кезінде індетке байланысты нақты шараларды жүзеге асыра білді. Дін қызметкерлерінің жаназа және астарды атқару тәртібіне қатысты мәлімдемесі елдің амандығы үшін қабылданған құжаттар еді. Бұл ретте үкіметтің қаулысы да қабылданды. Оған елдің әрбір азаматы асқан төзімділікпен бойұсынды. Пандемия басталғалы бері жалпы діни рәсімдер, мешіттің қызметтері, жалпы діни қызметтері үлкен әсер етті. Бұл шектеулер қойылды. Көп уақыттар бойы мешіттердің есігі тас жабылғаны белгілі. Негізгі жұмысшылар осымен қатар мешіттің қызметкерлері де осы айлап не дейді жаңағы ақысыз демалыстарға жіберілді. Жамағаттар мешітке кіре алмады. Одан кейін кейбір кездерде ашылып отырды. Бірақ 5 уақыт намазға жамағатпен рұқсат берілмеді, бірақ онда шүкіршілік, тәубе. Пандемия әрине діни қызметтің де өз жолмен жүруіне, діни рәсімдерге де белгілі бір деңгейде әсер етті. Мысалы, жаңа намаздарында оның тәртібі өзгерді. Азғантай ғана адаммен, ет жақын сол отбасымен ғана
кеше пандемия кезінде әсіресе көп кісілер қайтыс болған кезде осы пандемиядан мынау мазар зираттың басында барып шығарып, сол санитарлық нормаларға сай, бүкіл жаңа санитарлық нормаға сай киімдерді киіп, имамдар осы үлкен қызмет атқарды, Алла разы болсын. Оңай болмады. Адамдар өзінің үйінен шығуға қорқып отқанда, имамдар осы бас қасында осы ауырып қайтыс болған кісілердің бүкіл осы діни рәсім шариғат бойынша атқарылуына бар күш-жігерлерін салды. Карантин режимі жеңілдетілгеннен кейін елімізде кейбір мешіттер ашыла бастады. Бірақ әдеттегідей жамағат болып топтасып баруға рұқсат етілмеді. Келушілердің жеке құлшылық жасауына, Құран оқытып, неке қидыруына ғана мүмкіндік берілді. Оның өзінде белгілі талаптар сақталуға тиіс деп танылды. Араға уақыт салып, имандылық ордалары есігін азаматтарға айқара ашты. Дегенмен, сақтық шаралары басты назарда. Өкімет басшысының жиналысында, сол комиссияның отырысында жалпы 2 қарашадан бастап мешіттерде жамағатпен намаз оқуға рұқсат берілді. Оның белгілі тәртіптері бар. Мысалы, әрбір мешітте 100 адамнан артық адам болмау керек. Жамағаттың арасы 2 метрден кем болмау керек. Осы тәртіппен қазір мешіттерде 5 уақыт намаз оқылуда. Бірақ қазірше жұма намазына жамағатпен оқуға рұқсат жоқ. Бүкіл мешіттерде санитарлық талаптар, нормалар сақталуда. Дезинфекция, маскамен келу, бетпердемен, жаңағыда кірер кезде температура тексеру деген сияқты антиспрей, антисептиктермен қолдану деген сияқты санитарлық талаптар, нормалар сақталуда қазіргі күні. Сындарлы шақта өзімізге танытқан қамқорлық, өзгелерге жасалған қамқорлықпен бірдей. Адамзат қайтадан қалыпты өмір тіршілігіне көшіп, жұқпалы індеттің жер бетінен тезірек жойылуын тілеп отыр. Алайда, екінші толқыны басталған пандемияның қашан тоқтайтыны беймәлім. Вирус — это сложнейший организм. Біз проблемамен бетпе-бет келгенде, оны шешуге қауқарсыз болып қалдық. Шіркеу тарихында басты мейрамымыз Пасханы босап қалған ғибадатханада өткіздік. Қашықтықтан құлшылық шараларын өткізуге тура келді. Құрбан айт мерекесі де онлайн режимінде жүрді. Бұл әрине жаңа жағдай. Бізге қазіргі уақытта қиын тиіп жатыр. Өйткені шіркеудегі құлшылық шаралары қауыммен бірге өткізілуге тиіс. Қиын кезеңде санитарлық тәртіпке бағынуымыз қажет. Күндердің бір күні баяғы қалпымызға келеміз деп ойлаймын. Вернется к своей прежней парадигме. Әлем елдерде қазір үрей құшағында. Алпауыт Америка коронавирус жұқтырғандар саны бойынша рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. Аталған мемлекетте тәулік бойынша дертке шалдыққандар 100 мыңнан асып жығылған. ақш-тың кейбір қала мен штаттарында вируспен күресу үшін комендант сағаты енгізілді. Соңғы дерек бойынша елде 850 адам көз жұмды. Ал Грекия болса, сын сағатта жедел шешім қабылдап, жалпы ұлттық карантин жариялады. Мұндай қадамға бармаса, елдің денсаулық сақтау жүйесіне ауыр тиюі мүмкін. Сондай-ақ Италияда да індеттің өршуіне байланысты коменданттық сағат енгізуге мәжбүр. Онда пандемия басталғалы 800 мыңға жуық адам коронавируспен ауырған. Сонымен қатар, батыс елдеріне шолу жасайтын болсақ, онда да мынау христиан діні басым елдерде әрине мынау шіркеулердегі қызметтерін, сонымен қатар мынау жаназа өткізу рәсімдерінің бұрларының барлығына де арнайы шектеулер қойылып, олардың барлығы дерлік қазіргі таңда діни рәсімдерін белгілі бір деңгейде үйлерінде орындап жатыр. Сонымен қатар бүкіл дін өкілдері бүгінгі таңда осындай кедергі пандемиялардың салдарынан осындай дін рәсімдерді онлайн режимге өткізуге көшті. Бұл да болса әрине халықтың ең алдымен денсаулығы баса маңызды назар аударылуда. Әлемдегі қазіргі төтенше жағдай денсаулық сақтау жүйесінің бұзылуына, сондай-ақ гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық күйзеліске алып келді. Бұл біздің беріктігіміз үшін зор сынақ. COVID-19 біздің жіберген қателіктеріміз бен ағаттықтарымызды анық көрсетті.
Бүгінде бүкіл әлем аумалы төкпелі оқиғалардың жаңа толқынының алдында тұр. Оның салдары өте ауыр болуы мүмкін. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық ұйымының айтуы бойынша Қазақстанға үлкен 2 қатер бар. Бұл мүмкін менің ойымша ол 100 қатер бар шығар. Сол 2 қатердің біреуі кедейшілік, екінші сауатсыздық. Міне пандемиядан кейін халықтың тұрмысы төмендейді, жұмыссыздар көбейеді, қайыршылар көбейеді, халықтың әлеуметтік жағдайы төмендеу бұл бүкіл әлемде болады. Соның ішінде осы жағдай Қазақстанда айналып өтпейді. Екінші оқудың сапасы, бұл онлайн жүйесі, қашықтан оқыту, бұл оқу білім деңгейін төмен түсіреді. Міне осы кезде ислами білімдерді оқытудың деңгейі, сапасы түсуі мүмкін. Қазіргі жағдайда коронавирустан сақтану бағытында екпе салу мәселесі өзекті екен айқын. Екпе болмағандықтан тарихта қаншама адам жұқпалы аурудың уысында кеткен аян. Тұмау мен түрлі инфекциялық дерт дендеген кезеңде дәрігерлер екпе салу мәселесін ұсынып отыр. Бұл жаһанды кезген індеттің алдын алудың бір жолы. Әлем ғалымдары коронавирусқа екпе дайындап жатса, халық оның қаупі зор деп дабыл қағуда. Бірінші орында әрине ата-ананың өзінің жеке көзқарасы болса, ол сол көзқарастың пайда болуына әсер ететін мына вакцинаның құрамына деген сенімсіздік. Оның салдарынан сол вакцинаны салу кезеңімен тұспа-тұс келіп қалған кейбір ауруларының өршуі. Ол аурулар қайдан болады? Ол аурулар тек қана жан-жағында қоршаған ортадан емес, ол аурулар өзінің анасы арқылы да берілген аурулар болуы мүмкін. Осы аурулардың ушығуының мына екпені салған уақытпенен, болмаса екпеден кейінгі кезеңмен сәйкестендірілуі осындай бір шамалы қисықтау көзқарастарға келеді. Ғылыми зерттелген осы екпенің кесірінен туатын аурулар болмаса оның салдары ғылыми өзінің дәлелденген көрсеткіштер жоқ. Ауруға қарсы екпе салуды дін атаулы теріске шығармайды. Қолға ұсталмайтын, көзге көрінбейтін кеселден сақтық шарасы ғана құтқарады. Себебі иммунитеті төмен ағза, дімкәс денсаулық қауіпті індетке қарсы тұра алмасы бесенеден белгілі. Біз жалпы жамағатта қандай бір жағдай болмасын, арнайы мамандармен ақылдасып отырып, өз еркімен әркім өзінің осы сақтық шараларын жасауы керек. Мына осыған шақырады. Құран кәрімде Алла тағала бір адамды құтқарған бүкіл адамзатты құтқарғанмен тең. Бір адам өлтіру, өмірін қию бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең. Біз адам баласын ардақты етіп жараттық деген, сосын адамның өмірі, отбасының өмірі кімде болсын, ол діні әртүрлі болсын, әртүрлі ұлттан болсын, мәселе емес. Адамзаттың өмірі ардақты, құрметтеу керек. Адамзаттың өмірін құтқаруға бүкіл жағдайды қолдан келгенше жасау, ол ең үлкен сауапты іс амал, Алланың разылығын табатын амал. Вакцинация қабылдаушы адамның келісімімен жүргізілгені дұрыс деп санаймын. Екпені қабылдаған жағдайда не болады? Және бас тартқан кезде қандай күйде болады? Осыны терең ұғынуға тиіс. Біз осы тұрғыда қандайда бір пікір айтудан аулақпыз. Бұл таза медициналық процесс. Менің ойымша вакцина әсіресе балаларға керек. Өйткені балалардың организмі нәзік болатыны белгілі. Бүлдіршіндердің ата-анасының келісімімен екпе алуды ойластыруы қажет. Қазақстанда коронавирусқа қарсы отандық вакциналарды 2 ұйым әзірлеп жатыр. Бұл биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты және аграрлық университет жанындағы халықаралық вакцинология орталығы. Қазіргі уақытта дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстанда жасалған 4 вакцинаны кандидат ретінде тіркеген. Олардың 2-і жануарларға, клиникаға дейінгі сынақтардан өтіп жатыр.
Оларға енді еріктілер таңдалып алынды. Білесіздер, 600 адамның үстінде, 627 адам. Олардың бәрі де 18 бен 50 жастың арасындағы адамдар, және олардың өзінің денсаулығында ақаулары жоқ. Өздерін жақсы сезінетін, және өздерінің еріктерімен келіскен адамдарға бұлар сынақтан өтеді. Олардың кезеңі енді екінші кезеңі клиникалық тексерудің ғылыми орталықтың айтуы бойынша желтоқсанның аяғында аяқталады. Әрмен қарай ең шешуші кезең мына 3-ші кезең дейді. Сол 3-ші кезеңді біз бастайды. Алла болса, ол енді бәрі жақсы болса, жоспарлағандай, ол енді осы алдағы жылдың көктеміне өзінің нәтижесін беруге тиіс. Қандай да бір жұқпалы ауру тараған кезде оны тоқтату үшін карантин керектігі баса айтылған. Бұл жөнінде қасиетті кітаптарда да ескертулер бар. Қолға тұтылмайтын, көзге көрінбейтін зиянды дерттен сақтық шарасы ғана құтқарады. Өйткені тарих сахнасында әлемді шарпыған пандемия бір бұлғын емес. Алайда ауру атаулыны тағдыр ісі деп ойланбай, отқа түсетіндер де жоқ емес. Бес саусақ бірдей емес. Бұл адамның білім деңгейіне, оның мантық дейміз, логикасына байланысты. Себебі сонау ертеден де ислам тарихында да Хазірет Омардың кезінде де айтылған дүниелер, хадистер, риваяттар келеді. Бірде әдетте біз тағдыр деп көп сенеміз. Пешесіне жазған тағдыр ғой дейміз. Тағдырымда осы екен. Бұл исламда ғой деген дүниемен соқыр сеніммен кету емес. Ғалымдарымыз не айтты? Отандық дін мамандары қазір қандай көз қараста? Себебі келіп жатырған көзі ашық азаматтарымыз да бар, діни сауатты. Олар да өзге мемлекет қандай шара қабылданып жатыр, қандай мұсылмандармен байланысты екендігін біле отыра арнайы пәтуалар шығады. Сол пәтуаны сіз бен біздерге орындап жүру әрине бұл мұсылманның міндеті. Иә, ғалымдар мен дін мамандарының шешімдерін қатаң сақтау қажет. Мұның бәрі қауіп еткеннен айтылғанын жете ұғынған абзал. Осы бағытта Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы тиісті пәтуа мен ескертулер әзірлеп қойған. Имамдардың пайымдауынша, келешекке батыл қадам басу үшін өткен уақыттың тағылымын санаға берік бекітпек керек. Ислам бұл тазалықтың діні. Ислам бұл осы қазіргі кезде медицина саласының мамандарын қабылдап жатқан бүкіл шараларды ислам бұл 14 ғасыр алдын айтып кеткен. Ол жаңа тазалану, қолдар қашан жуып жүру, 5 уақыт намазға 5 рет дәрет алу, аз жеу деген сияқты, азықтау, бұның барлық адам денсаулығына, көп жүру, көп іс-әрекет, көп жұмыс жасау, еңбекқор болу, осыны тәрбиеледі ислам. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, бір сөзінде адам екі нәрсенің қадірін білмейді дейді. Біріншісі бос уақыт, екіншісі денсаулық деген. Сол үшін адам уақытын босқа жібермеу керек, екінші денсаулықтың қадірін білу керек. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты мешіт, шіркеулердің жұмысы бәсеңдегенімен игі амалдар, қайырымдылық шаралары жалғаса береді. Шынайы ниетпен жасалатын сауапты істің белгілі бір мезгілі жоқ. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мұқтаж жандарға жәрдем беру, әсіресе ауруханаға түскендерге, науқастарға қол ұшын созуда аянып қалмақ емес. Діннің бір функциялар төмендеуі мүмкін. Пандемиядағы мен қандай функциясы төмендесе, мысалы ғибадаттық функциялары төмендеді. Біз бұрынғыдай жұма намазға бара алмаймыз, жамағатпен намаз оқи алмаймыз, намаздан кейін адамдармен көріс алмаймыз, қарым қатынас шектелді. Бірақ басқа функциялары күшейді. Дәлірек айтсақ, бұл қайырымдылық функциялары. Міне біздің мешіттеріміз осы пандемия кезінде тұрмысы төмен отбасыларға көмек беруде үлкен қызмет атқарды. Пандемия, она, конечно, имела... Өкінішке қарай пандемия дін тарихында орын алып отыр. Індет басталғалы бері ғибадатханаларымыз жабық тұрды. Шіркеуге азаматтар келіп сыйынатын болғандықтан санитарлық жағдайды басты назарда ұстадық. Өйткені жер-жерді эпидемия шарпып тұрды. Адам баласы күйзеліске түсіп, үрейге бой алдырған уақытта Құдайға сыйыну шаралары жасалуы керек еді. Бірақ біз жағдайға байланысты үйде отыруға мәжбүр болдық.
Мұндай оба түрлері Еуропада талай мәрте болған. Сол сынақтардан да адамзат өте білді. Алда жарқын сәттер туады деп сенеміз. Имели духовную силу пережить это. Қара жердің үстінен нұр саулап емес. Қазір бар әлемді пандемия құрсаулап тұр. Алмағайып кезеңде шалыспаспау үшін мемлекет шығарған шешімдерге мойынсыну аса қажет екені түсінікті. Дін мамандары да қатермен бетпе-бет келмеу мақсатында бізді тәртіпке бағынуға шақырады. Сындарлы мезеттер өтеді. Ал адам өмірі, адамзаттық құндылықтар бәрінен де маңызды. Ал біз әлемнің алдынан ақ күн туарына сенеміз. Қиындықты төзіммен, сабырмен жеңеміз.